Ұлттық арнаның тікелей эфирінде өзек жарты сұхбат хабары. Есенсіздер ме? Ойға түркі сауал тастайтын мен Жайнагүл Төлеміс, ал жауабына ықылас қою еркі өздеріңізде. Біздің студиямызда бұл жолы қонақта Бақытқожа Рүстемов ағай, студиямызға қош келдіңіз. Бақытқожа Төлеген, осыдан бір жыл бұрын сіз маған осы визитканы берген кезде оқығаным бар. Жазушы, академик, халықаралық публицист, Халықаралық Қазақстан Куба қоғамдық қауымдастығының вице-президенті, журналистер одағының мүшесі, Европа әдебиетшілер конгресінің мүшесі, Дүниежүзілік түркі халықтар ассамблеясының мүшесі. Осылай мен тізіліп кете береді. Көңіліңізге жақыны журналистика ма, аудармашылық па, жалпы көп іске екеуі бардың, бір іске жан жақын болады. Сіз өзіңізді кім деп танисыз? Мен енді негізгі мамандығым менен экономистпін. Әлі енді жастайымыздан осы журналистика саласына, жазушы саласына қызыққандықтан жақын болдым. Көп жыл мемлекет қызметінде істедім. Енді мемлекет қызметіне жастар келіп жатыр. Біз жолымызды сол азаматтарға берген соң, басқа бір жұмыстармен айланысуға тура келді. Соның ішінде журналистика мен жазушылық саласына келдім. Ал енді бұның сізге қойған сұраққа жауап беретін болсам, әрине бұл публицистика, оның ішінде халықаралық публицистика маған жақын болып отыр. Себебі бұл жаңа жанр. Бұрын біздің қоғамымызда, мәдениетімізде мына халықаралық публицистика, халықаралық журналистика болмаса халықаралық жазушылық деген жанр болмаған. Бұл Москвадағы ресейлік әріптестеріміздің бағына түскен бір мамандық болатын. Неге олар халықаралық публицистер шетелге барады, мемлекеттің қаржысы менен көптеген елді, жерді аралайды, содан кейін көрген білгенін жазады. Сондықтан бұл өз негізінде ауқымды, өте терең бір тақырып, жанр. Қаншама қиын болса да, сол шамам келгенше өз үлесімді қосып келе жатқан сияқтымын бұл жаңа жанрға. Сізді отандық жаңа халықаралық публицистика жанрының пионері деп атайды. Осы атаққа лайық азамат деп атайды. Менің білуімше, жалпы біздің Қазақстанда отандық журналистика тарихында халықаралық публицистикада қалам тартып жүрген адамдар көп емес. Олардың қатарда аз. Бұл енді жаңа тақырып, жаңа жанр болғаннан кейін әрине мүмкін бұдан былай көбейетін шығар, бірақ бүгінгі таңда халықаралық публицистер онша көп емес. Себебі бұл халықаралық публицистика деген өзінің талабы бойынша әрбір азаматтан, журналист болсын, ол жазушы болсын, болмаса басқа маманның иесі болсын, үлкен білімділікті талап етеді. Тек қана бір сала емес, ол публицист болу үшін міндетті түрде өзінің елінің тарихы, әдебиеті, мәдениеті, әлеуметтік жағдайларын білу былай тұрсын. Халықаралық публицист болғаннан кейін халықаралық деңгейдегі ол экономиканы жақсы білу керек, халықаралық деңгейдегі мәдениетті, әдебиетті, тарихын, тағысын тағы көп нәрсені білу керек. Сондықтан бұл өте бір күрделі дүние. Маған да жаңағы айтқандай, өзім айтқандай енді оңай болмаған күнде де айтады ғой, егер кірістің бе, аяғына дейін бұны жалғастыру керек. Ал енді жаңағы өзіңіз айтқандай үлкен бір жүк артып отырмаған, осы жаңа жанрдың көшбасшысы дегендей, болмаса пионері дегенде, сондықтан енді артқа жол жоқ, тек алға. Бүгінде қазақ баспасөзінде халықаралық проблемалардың айшықталуы, мысалы қақтығыстар бар, таяу шығыстағы, басқа да елдердегі, осылардың түсіндірілуі халыққа бір жақты емес пе? Қалай ойлайсыз, мысалы сарапшы есебінде, публицист есебінде? Халықаралық мәселелерге біздің көзқарасымыз, біздің халықтың көзқарасын қалыптастыру жағы қалай? Енді әрбір жұмыста, істе кемшіліксіз дүние болмайды. Сондықтан жалпы алатын болсақ, негізі біздің журналистеріміз, тележурналистеріміз, радиожурналистеріміз, жалпы журналистеріміз әлем деңгейінде болып жатқан барлық жаңалықтарды өз деңгейінде жеткізіп жатыр. Мен өз басым бұл журналистердің бәріне ризамын. Себебі біздің журналистердің бәрінің бүгінгі таңдағы білімі, талғамы, журналистік деңгейі өте биік. Сізді
Қазақтың Христофор Колумбы деп атайды. Неге? Бұл атақ қалай келді? Енді Кезінде жаңа жерді іздеп әлемді шарлаған кісі бұл кісі. Иә. Бұдан 500 жыл бұрын бүкіл әлемге Американы ашқан Христофор Колумб. Ал енді мен енді ол кісіге әрине деңгейім жетпейді еш уақытта. Енді бұл шет елдің елшілерінің айтып жүргені ғой әзілдеп. Дегенмен әзілдің түбінде шындық бар шығар. Себебі мен сол соңғы бір 7-8 жылдың ішінде бұрын соңды жазылмаған 4 кітап жаздым. Латын Америка халықтары туралы. Олардың саясаттағы жүрген қоғамдық әлемдік деңгейдегі тіршілікте жүрген олы азаматтарының еңбектерін, сонан кейін мына прозасы бар, поэзиясы бар Латын Америка халықтарының, соларының біраз еңбектерін өзіміздің ана тілімізге, қазақ тіліне аударып шығаруға септігім тигендіктен бұрын соңды естілмеген мәселен аттар бар. Мысалы, Рубен Дарио дейміз. Кім ол? Ешкім еш уақытта естілмеген адам. Бұл Никарагуаның ұлы ақыны. Болмаса Хосе Мартиді алайық. Ол кісі мәселен Куба халқының ұлы адамы. Жалпы Латын Америкасының ұлы ойшылдарының бірі. Ұлы ойшылдарының бірі, әрі көсемдерінің бірі Хосе Марти. Егерде мына Алехо Карпентьер дегенді алсақ, ол кісі кәдімгі лауреат, Нобель сыйлығының лауреаты. Ол кісінің өлеңдері қазақ тілінде жарық көрді. Осындай, мәселен, Габриэле Мистраль, ол лауреат Нобель сыйлығының. Чили елінің халқының ұлы ақыны болып саналады. Ол кісінің де өлеңдері қазақ тілінде жырланды. Сондықтан бұрын соңда аттар естілмеген соң, оны мына біз қазақ тілінде шығарып, қазақ оқырмандарымен таныстырғандықтан бірінші болып саналып отқан екен. Солай енді Христофор Колумб деп жүрген болу керек енді. Дипломаттар. Мен қарап отырсам, сіз ұзын ырғасы 10-нан асып түсетін көптеген жалпы кітаптың авторысыз. Мысалы, Қытай жөнінде. Ұлықтай кеңістік пен уақыттың арасында деген еңбегіміз бар. Одан кейін жаңа айтып отырған Латын Америкасы елдері, Куба революционері Фидель Кастро жөнінде жазылған. Тіпті жақында, ұмытпасам, өткен жылы жаңағы Лемен Бактың Корея көсемі өмірдегі ғажайып нәрсе өз-өзінен бола салмайды деген кітабыңызды жариялаған есіңізде. Тұлға, тарих, уақыт, заман, халықты қалай таңдап аласыз? Қандай да бір ерекше қасиеттеріне басымдық бересіз бе? Мысалы, осындай адамдарды жазу аудару кезінде. Сұрағыңыз сіздің бір жағынан қиын, бір жағынан оңайда сияқты. Енді адамда егерде өз маманының шебері болса, интуиция деген болады. Сезімі. Ішкі түйсік болады. Кім мәдениет саласында көп жүрген болса, ол мәдениеттің қырының бәрін, сырының бәрін жақсы біледі. Экономик саласында жүрген экономист, сол сияқты мен айтайын деп отқан, мен таңдағандарымның біразы мына аударма саласында болсын, болмаса өзім жазсам да мемлекеттер туралы сол кітаптарымды менің мәселен мамандар, болмаса сол елдің азаматтары жылы қабылдап жатыр. Өзіңіз айтқан мына Қытай туралы жазылған кітап жөнінде өте жақсы бағаларды мен қытайлықтардан естіттім. Латын Америка халықтары туралы жазған кітабымды бағасын өзіміздің ақпарат құралдары баға беріп жатты кезінде. Соның ішінде Казахстанская правда газетінің журналистері жазды. Өте үлкен жақсы баға беріп. Ал енді бұл енді жаңағы оңай тірлік емес. Шамамыз келгенше сол іздеп, мынау қажет, осы нәрсе керек ау деген әңгімелерді көтеріп жазып жатырмын. Елімізге деген. Былтыр сол бүкіл Қазақстанды аралаған кезде аудандарына дейін бардым. Ұзақ халықтармен, оқырмандармен кездескен кезде ол кісілердің өтініші болды, назы болды. Біздің кітапханаларымызда әлі күнге дейін кітаптың саны, басымы бір 20-30%-тен аспайды. Көбінше орыс кітаптар. Онан кейін болған күнде де біздің бұрынғы ұлы жазушыларымыз, Совет одағында, Совет кезінде жазылған ақын жазушыларымыздың кітаптары. Соңғы 20-22 жылдың ішінде біздің таланттарымыз қайда жүр? Неге сол қазақ ақындарымыздың, жазушыларының кітаптарын библиотекадан таппаймыз деген көптеген уәжді сұрақтар болды.
Сіздің тағы бір жаңалығыңыз жөнінде айтқым келіп отыр. Мысалы, бізде әдебиетте қиял ғажайып оқиғалар, жаңағы фольклор бар, өмірде болмаған дүниелер жазатын, адамның болмаған мүмкіндіктерін суреттейтін. Қазіргі таңда, яғни қазіргі әдебиетте, жаңа заманғы әдебиетте мұндай тақырыпты көтеретін адамдар кемде кем. Сіз бүгін біздің студияға адамға бағынбайтын әлем атты тағы бір кітабыңызда келіп отырсыз. Меніңше, бұл да бір тың дүние. Осы жөнінде айта отырсаңыз. НЛО жөнінде қазақша, мысалы, шығарма жазған бірде бір, мысалы, жазушыны, болмаса ақынды естіп көрмеппін. Бұл енді беймәлім ұшатын объекттер деп мен аудардым қазақ тіліне. Негізінде бұл кітап бұдан 5 жыл бұрын шығу керек еді. Мен орыс тілді жазушымын. Міне қазір сіздің алдыңызда сөйлеп отырмын. Бірақ дегенмен егерде орыс тілінде сөйлегенімде мен қиналмасам. Қазір қиналып отырмын. Бірақ шамам келгенше сұрақтарыңызға жауап беріп отырмын. Орыс тілінде бұл кітабым шығу керек еді 5 жыл бұрын. Бірақ дегенменен мен ойландым, ал енді орыс тілінде онсыз да шығып жатыр. Ақпарат көп. Оның кей жағы көп кітаптың бірі болып қала салады. Ал егерде мен қазақ тілінде шығарсам, бұны Бақыт Рүстемов жазды демейді. О, қазақтар жазыпты дейді. Бұл күрделі тақырыптардың бірі. Дүние жүзінде, мәселен, бұндай кітаптарды, бұндай тақырыпқа Америка болмаса батыс елдерінің ілгерілеп жүрген, алдыңғы бір қатарда жүрген жазушылары жазады. Себебі тақырып, жаңағы айтқандай, өте күрделі. Соны енді мен бір 5 айдың ішінде аударып бітем ғой деп ойладым. Енді біреу сенеді, біреу сенбейді, ол 5 ай емес, 5 жылға созылып кетті. Менде бір түйсік пайда болды. Осы бір ұлы құдірет бар, ұлы күш бар екеніне. Неге? Мен 4 жыл қиналдым аударам деп. Жазамын, ол біресе өшіп қалады компьютерде, біресе тағы біреу болады, бір жол болмай қалды. Таңғажайып оқиғалар болды дейсіз ғой? Иә, таңғажайып оқиғалар болды. Содан кейін бір сезім келді ме, осы Аллаға жалынайыншы, Алладан рұқсат сұрайыншы, мүмкін бұл адамға бағынбайтын әлем ғой деп, сол бір Аллаға жалынып, жаңағы өзімше мұсылмандық әрекеттерді жасап, мешітке барып сөйтіп едім. 4 жылда жаза алмаған, аудара алмаған кітабымды 1 жылда бітірдім. Сондықтан мен ойлаймын, біздер ойлаймыз, адамға бағынбайтын дүние жоқ деп, әлем жоқ деп. Жоқ, оказывается, әлемдер бар. Алла тағалам жаратқан 18 мың ғалам бар. Адамның күші оған әлі жеткен жоқ. Жете алмай келе жатырмыз. Жалпы көп жерде болдыңыз, көп елді араладыңыз. Айталық, Америкада болдыңыз, Латын Америка елдерін, шығыста да болдыңыз. Соның ішінде, мысалы, дипломаттар ел аралаған кезде саяси мәселелерді көбінесе көтереді. Экономикалық мәселелерді, ел мен елді жақындастыруда көбінесе экономикалық мәселелер астарында жатады. Ал меніңше публицистер, жазушылар, жалпы өнер адамдары, мәдениет адамдары ел аралаған кезде оларда мүлдем басқа мүдде болады. Қазаққа жаны жақын, қазаққа деген ниеті кіршіксіз елдер қай елдер? Сіздің өзіңіздің көзқарасыңыз. Мына Қытайда болған кезде, Вьетнамда болған кезде, Катарда болған кезде менің байқағаным, бұлар біздің мемлекетті, біздің елді жақсы таниды екен. Мен ойлап отырмын, бұның бәрі сол біздің ел басшымыздың арқасында. Дегенмен ұсақ-түйек сұрақтары болып жатты кездесіп жүрген кезде. Мәселен, Вьетнамда мен Хошимин университетінің студенттерінің алдында сөйледім. Анда 20 мың студент оқиды екен. Сондай бір тамаша жастар екен. Олар маған сұрақ қойған кезде мен деген бірнеше сағат отырып, шығып кете алмадым. Шаршасам да. Мен олардың қызығушылығын, содан кейін мына біздің елге деген, Қазақстанға деген көзқарасының сондай бір жақын білгісі келгеніне өте риза болдым. Сұрақтарында қойған. Қай жерде болсам да, мына айтады ғой бізде енді жақын зарубежье, ближний зарубежье. Мұнда да, Украинада, Өзбекстанда да, Қырғызстанда, басқа республикаларда болған кезде де байқаймын, олар бізді өте қатты сыйлайды, қадірлейді. Себебі біздің
біз тек экономикамызбен емес, мына мәдениетімізбен де, әдебиетіміз де, тіпті орталық Азияда мына бұрын көтерілмеген тақырыпқа дейін жазып жүрген қазақ болып жатырмыз қазір. Бұл жағынан да мәдениет, әдебиет жағынан да, халықаралық публицистика жағынан да ілгерілеп келе жатқан көштің бірі сияқтымыз. Посткеңестік жерде, елде. Қаламыңыз қалмасын, сізге шығармашылық табыс тілейміз. Студиямызға келіп, сұрақтарымызға жауап бергеніңізге үлкен рахмет. Сіздерге де рахмет. Сау болыңыз. Нет, я давно. Ты давно шапка идет, ты что? Когда Она такая ужасная. Уже сколько лет, сколько вот, как сюда переехали. Ты только, наверное, заметил, да? Как вот Динара, сколько работает здесь, вот столько и эта заставка. Нет. Сколько работает? Ты знаешь, сколько работает? Это заставка год, как сюда переехали. Экономист! Экономист, Что слово для него нет? Сюда внизу. спекулянт. Лам. Вот Дими утро, вот и борзняет. А он со мной его. Это Динара же. Не знаю. Алам. Такая энергетика такая идет от нее. Нет, ты вот Она так Ты вот настраивает. сегодня знаешь меня вообще Мухамеджанов, рассмешила. поддевай себе ушки с микрофоном После сам. тебя знаешь, мне Қалай что сын дедіңіз? сказал? Мұхамеджанов дедіңіз ба? Мухамеджанов, Я А?